Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі күнгі 5 сыныптағы әдебиет сабағын бастамас бұрын мына сөздерге назар аударыңыздаршы. Дана, аяулы, тілекші, қамқоршы, ардақты, сабырлы. Осы сөздерді естіген кезде көз алдымызға кімнің бейнесі келеді? Әрине балалар, сіздердің көз алдарыңызға мейірімді, қамқоршы, дана, ардақты, ақ жаулықты әженің бейнесі келетіні сөзсіз. Демек, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз отбасы құндылықтары бөлімінен Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесі. Сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бағалау критерийі әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайды, отбасылық құндылықтарды талдайды. Нұрдәулет Бәбиқанұлы Ақыш 15 мамырда 1950 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында дүниеге келді. Ол жазушы, ғалым, философия ғылымдарының докторы. 1973 жылы қазіргі Абай атындағы университеттің филология факультетін бітірген. Шығармалары «Үндемейтін ұл», «Қияннан келген көгершін», «Сынық домбыраның сазы», «Таң алдындағы дамыл», «Балалар елін бағындыру» атты көркем шығармалар жинағы, «Зұлмат кезең қазақ прозасында» монографиясы жарық көрген. Балаларға да арналған «Жұмбақ іздер», «Әбдіреден шыққан қылыш», «Қиырдан келген көгершін», «Киелі көлдің қарақшылары», «Бейуақытта жанған от», тағы да басқа шығармалары бар. Қызметі 1976-79 жылдары мектеп, жалын баспаларында редактор, 1980-84 жылдары Қазақ әдебиеті газетінде аға тілші, 1984-86 жылдары Жұлдыз журналында әдеби қызметкер, 1986-87 жылдары Қазақфильм киностудиясында сценарист, 1987-90 жылдары Қазақстан мұғалімі газетінде бөлім меңгерушісі, 1990-92 жылдары Халық кеңесі газетінде парламент шолушысы, алқа мүшесі, Заң газеті бас редакторының орынбасары, Балауса баспасының бас редакторы, Білім образование журналының бас редактор қызметтерін атқарды. Қазір әдебиет және өнер институтында ғылыми қызметкер. Сабағымызды әрі қарай жалғастырмас бұрын оқу мақсатын есімізге түсіріп алайық. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Сіздерге беріліп отырған бірінші тапсырма бастапқы танысу әдісі арқылы әңгіменің бөлімдерінен шағын үзінділер берілген. Осы үзінділер арқылы мәтіннің не туралы екенін болжайсыздар. Бірінші үзінді. Айналдырған екі бөлмені астан-кестен етіп, мазаны ала бастаған кезде, келіңдер, ертегі айтып берейін деп, жалынып, жалбарынып жүріп, үй ішінен безіп кеткен тыныштықты әрең қайырып алушы едім. Екінші үзінді. Бұл екеуі тек әженің ғана емес, жалпы қарт адамның мейірім шапағатын сезінбей, балабақшаның бағымында, папасы мен мамасының қасында өсіп келе жатқан балалар. Үшінші үзінді. Бір-екі рет басына жаулық салған, мәсілі қариялар көшеде де ұшырасты. Әже деген міне осындай болады деп, жол жөнекей асығыс көрсеткеніммен екі қыздың көңілі көнши қойған жоқ. Төртінші үзінді. Папа, сен бізге бәрібір нағыз әжені көрсетесің ғой, айтшы, көрсетесің бе? Деді сосын ол жаңағыдан гөрі жадыраңқырап. Аялы жанарларында тұтанған үміт ұшқынын жасырмай, сәбилік сеніммен бетіме тура қарайды. Балалар, енді сіздерді «Нағыз әже қайда» әңгімесінің қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ендеше мұқият тыңдап алыңыздар. Автор өздерінің қыздары Райқан мен Аяға күнде ертегі айтып береді. Бір күні кішкентай қызы Ая, «Әке, ертегілерді балабақшада үйрендіңіз бе?» деп сұрақ қояды. Сонда әкесі: «Жоқ,
Мен балабақшадан емес, әжемнен үйрендім. Әжемнің қолында өсіп, тәрбиеленіп, әжемнің ертегісін тыңдап өстім дейді. Сонда екі қыз таңырқап, әже деген кім? Деп сұрақ қояды. Балалардың сұрақ қоюының себебі бар. Себебі әже түгілі қарт адамдардың мейірім шапағатын көрмей, тек қана балабақшаның бағымында, ата-анасының қолында тәрбиеленіп жатқан балалар еді. Міне, осы сұрақтан кейін әкесі өзінің әжесін көз алдына елестете отырып суреттейді. Керемет портреттік бейне жасайды. Осыдан кейін екі қызда керемет арман мен қызығушылық пайда болады. Бізде де тура осындай әже болса ғой, немесе осындай әжені көрсек қой деп армандайды. Осыдан кейін автор өз әжесіне ұқсайтын әжені іздейді. Алайда өз әжесі секілді кимешек киіп, ұршық иіріп отырған әжені табу оңайға соқпайды. Міне балалар, сіздер шығарманың қысқаша мазмұнымен таныстыңыздар. Енді шығарманың толық нұсқасын оқулықтарыңыздан оқып алсаңыздар болады. Екінші тапсырма қос сақина әдісі арқылы жүзеге асады. Әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтап, көтерілген мәселені түсінеді. Тақырып дегеніміз не? Идея дегеніміз не? Енді балалар осыған назар аударыңдар. Тақырып дегеніміз жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы. Ал идея дегеніміз жазушының сол өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы, берген бағасы. Бүгінгі нағыз әже қайда әңгімесінің тақырыбы әже туралы. Бұл шығарманың идеясы қазіргі әжелер мен бұрынғы әжелердің айырмашылығын ұғындыру, бұрынғы әжелердің дана, мейірімді, ақ көңіл, үнемі күлімдеп жүретінін көрсету болған. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Туындыда көтерілген тақырыпты танытудағы қаламгердің ойы мен көзқарасы шығарманың идеясы болып табылады. Балалар, бұл тапсырманы менен бұрын орындап болсаңыздар, өздеріңізді дескриптор арқылы бағаласаңыздар болады. Сабағымызды жалғастырып, үшінші тапсырмаға өтейік. Әңгімедегі отбасылық құндылықтарды айқындайтын сөздерді тізбектеп, осы сөздер негізінде өз көзқарастарыңызды білдіріңіздер. Әңгімедегі отбасылық құндылықтарға: бірінші, мейірім, шапағат, отбасындағы әженің орнын жатқыздым. Әрі қарай өздеріңіз жалғастырыңыздар. Отбасы құндылығына қосар менің үлесім қандай деген тақырыпта ой қозғайсыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дескрипторға назар аударып, өздеріңізді бағалауға болады. Дескриптор отбасылық құндылықтар тұрғысынан талдап, өз ойын жүйелі жеткізеді, бүгінгі күннің отбасы құндылықтарымен байланыстырады. Егер де сіздер дескрипторға сәйкес тапсырманы орындап болсаңыздар, сабақ мақсатына жетті деп ойлаймын. Сабақты бекіту үшін ашық микрофон әдісі арқылы сұрақ жолдағым келеді. Сұрақ: бұл әңгіменің біз үшін маңыздылығы неде? Нағыз қазақи кейіптегі әжені көрсету. Әже деген жарықтықтың анау-мынау қарапайым адам емес, жұрттан өзгеше, ардақты да қасиетті жан екенін сәбилер анық сезініп, оларды не үшін құрметтеу керек екенін түсіндіре білу. Сабағымызға кері байланыс қалдыру үшін мен үшін бүгін не құнды болды? Себебі келесі сабақта деген SMS хабарламаны сабақтың нәтижесі бойынша жолдауларыңызды сұранамын. Өздеріңіз үйден әже туралы эссе жазыңыздар. Сау болыңыздар балалар.